инталиқу. Әбден жаңағы жәннаттықтар жәннатқа, тозақтықтар тозаққа қарай бөлінген кезде, тозақтықтарға мынандай бір бұйрық айтылады екен. Ана тозақ деген нәрсе, Алла сақтатын баршамызды. Ана ыстық жалыны деген нәрсе, ыстықтан, жалыннан құтылуға бола ма? Мысалы біз қатты күн ысып кетсе, бір күннен қақпалайтын жер болмай қалып, бір сондай бір далада болып қалсақ, күн қатты қызған кезде не іздейміз? Көлеңке іздейміз. Бір қалқалайтын орын іздейміз да, таса іздейміз, бір сая іздейміз. Сол сияқты бір жағдайда тұрған кезде мынандай нәрсе айтылады екен оларға. Инталиқу иля ма кунтум бихи туказзибун. Әлгі өздерің осы күнге дейін өтірікке шығарып келген тозаққа қарай аттаныңдар деп айтылады екен. Аттаныңдар, әлгі өздерің өтірікке шығарып келген нәрсеге қарай дейді. Соның ішіне Алла Тағала салып жүргеннен кейін жаңағы көлеңкені іздейді ғой. Сөз ба? Сол көлеңкені іздеген кезінде мына бұйрық айтылады екен. Инталиқу, барыңдар, аттаныңдар. Қай жерге қарай деген кезде иля зиллин зи саласи шуғаб. 3 тармақты дейді. Шуғаб деген тармақ. От лапылдаған кезде, мысалы айтайық, мынандай бір нелер бөлінеді ғой, оттың жалыннан. Шүкір нелері. Сол 3 тармақты қара көлеңкеге қарай аттаныңдар деп айтады екен. Анау қара көлеңке жаңа бізге бір алыста су, жаңа сағым су болып көрінеді ғой. Сондай бір нәрсе жасалады екен о жерде. Азап, бүкіл нәрсе азап та. Сонда жаңағы қара көлеңкеге қарай асығыңдар деп айтылады екен. Қара көлеңкеге қарай аттаныңдар деп. Сосын жаңа көлеңке деп, оттан қорғайтын көлеңке деген нәрсе болып барады ғой адамдар. Сол жақта тозақтықтар сол нәрсеге бара жатқан кезде Алла Тағала айтады. Ла золилин, негізі ол салқын көлеңке бермейді ол дейді. Бара жатқан жерлері дейді. Ана бара жатқан жерлері салқын сыйлайтын көлеңке емес дейді. Вала юғни минал лахаб, сондай-ақ ол тозақтың жалыны жалындап тұрған бейді, шап берейін деп тұрған нәрселерден ол құтқарамайды дейді о жер. Сөйтіп сол жерге қарай жүгірісіп атқан кезде қараңыздар не болады? Иннаха тарми бишарарин кал қасыр. Ол бір ұшқындарды атқылап жібереді дейді оларға қарай. Осындай 3-4 аятта Алла осы қорқынышты сәтті баяндаған. Жаңағы соған қарай жүгіріп баратқан кезде көлеңке деп, ол көлеңке емес екен, о жақтан ұшқындар атылады дейді. Ана ұшқын атылған кезде сендердің жер бетіндегі бір ұшқындарға ұқсамайды дейді ол. Әрбір ұшқын қамал секілді дейді көлемі. Көлем тұрғысынан оның үлкен қамал сияқты дейді. Кааннаху жималатун суфур. Көлемі тұрғысынан қамалдарға ұқсайды, а бейнесі тұрғысынан сары дейді. Оттың сары түрі болады ғой, қызыл сары деген нәрсе. Сол сары түйелер сияқты дейді. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, ағаштың діңгектері де көзделеді дейді. Жималатун деген суфур біздің тілде дейді, құрма ағашының діңгектерін де айтады дейді. Усулу шажар, жаңағы діңгектің үлкендігіндей жаңағы ұшқынды лақтырады деп жатырды. Түйенің мойындары сияқты деген. Бұл нәрселер, құрметті жамағат, біз тегжейіне кіретін нәрсе емес, өйткені мәселе қорқынышты нәрсе айтылып жатыр, және ол жаңағы кәпірлерге қатысты айтылып жатқан нәрсе да. Көрдіңіз ғой. Өйткені мынандай нәрсе бар. Біз Аллаға шүкір, құрметті жамағат, Алла Тағала жүрегімізге иман сыйлап, тозақ деген нәрсеге біз сенгеннен кейін, енді тозақ туралы қандай сипаттар айтылады, нелер айтылады, олар сізге одан сайын жаңағы тозақтан сақтануыңызға, қорқуыңызға деген нәрсені қоса береді.
Ал енді олар асылы тозақ деген ұғымның өзін теріске шығарып жібергеннен кейін, оларға енді тозақ туралы не айтылса да, ол көмектеспейді екен ол. Өйткені мәкәну лиюъмину дейді, қараңыздар. Елшілер жіберіп осындай нәрселерді ескертіп жатқан кезде, олар иман келтірмеді дейді. Иман келтірмеді дейді. Не себепті? Бима каззабу мин қабл. Өйткені олар әуелгі айтылғанын өтірікке шығарып жіберген дейді. Әуелгі айтылған сөзді өтірікке шығарып жібергеннен кейін, одан кейінгілері ол иман келтірмейді дейді ол нәрсеге. Міне осы жерде осы аяттарды Алла айтып жатыр. Мысалы, тақуалар қалай қарсы алынады? Кәпірлер қалай қарсы алынады? Кәпірлердің қарсы алынатын кезеңін айтып жатыр да, мына жерде тозаққа қалай қарсы алынады. Өйткені ақырын бастап азаптың ішіне кіріп бара жатқан кезде көлеңке, бірден көлеңке іздейді ғой адам. Сол кезде әні көлеңке, соған қарай барыңдар деп айтылады дейді оларға. Қап-қара бір көлеңке сияқты болып тұрады дейді ол, зиллин. Қараңыздар. 3 тармақты дейді. Оны білмейміз біз не үшін 3 тармақ. Алла Тағала жақсырақ біледі. Алла бүкіл нәрсесінен сақтасын баршамызды. Сонда жаңағы көлеңке қарай жүгіріскен кезде аты айтылды, ол салқындық бермейді дейді, ол көлеңке емес дейді асылы. Сондай-ақ ол тозақтың жалынынан да құтқармайды дейді ол. Ол бір қулық орын дейді. Олар келатқан кезде атып жібереді дейді да. Міне, атқылап жібереді, лақтырып жібереді, үлкен ұшқындарды лақтырады дейді. Енді бұл жерде бұл мәселе қамалдың көлеміндей жаңағы ұшқынды лақтырады деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге түсінікті болу үшін андай нәрселерді айтады. Мына тері деген нәрсе бар ғой. Сонда айтады: ла ғилазу жилдил кафири дейді. Иснани ва арбағина зираған. Қана таң қаласыздар. Кәпірдің терісі дейді, тері. Тозаққа салынардан бұрын кәпірдің терісі 42, мына білек деген нәрсе бар ғой, шынтақ өлшемі. 42 шынтақтың қалыңдығындай болады дейді, терісі. Көрдіңіз бе? Одан кейін вадирсуху кал ухуд деген. Сахабалар Ухуд тауын көріп жүр ғой күнде Мединада. Ухудты көріп тұрсыңдар ма деген, иә. Кәпірдің азу түсі тура бір Ухудтай болады деген. Қараңыздар. Ол тозақты толтырам деген Алла Тағала. Олардың көлемін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, амма ман кана ва ин кана мин ахлин нари, кім тозақтықтардан болатын болса, уззиму ва фухиму кал джибал дейді. Денелерін Алла Тағала өсіріп жібереді дейді. Өте ірі жібереді. О, биік таулар сияқты дейді. Мына таулар мысалы Ухудтардан үлкен ғой. Биік тауларға айналдырады деген да олар. Дене өте үлкен. Терінің қалыңдығы жаңа 42 шынтақ болады дейді. Қараңыздар, қандай нәрсені айтып жатыр да. Дырсуху, азу түсі Ухуд тауындай болады деген. Мединада сондай-ақ Әл-Байдо деген тау бар. Әл-Байдо деген аймақ бар. Сахабалар, жаңағы мединалықтар біледі оны. Мысалы, жалпы үлкен тау төбе жаңағы. Вафахизуху мислюл Байдо деген. Оның жамбасы сол Байдо тауы сияқты болады деген да. Бұл пайғамбарым салсам айтып жатқан сөздері түсінікті болу үшін да бізге. Одан кейін айтады: ва мақадуху минан нари, оның тозақтағы тұрағының орнының көлемі, жай панасының орны, кама байна Макка вал Мадина деген. Мекке мен Мединаның арасындағы. Барлығы жаңағы пайғамбарымыздан жеткен дұрыс хадистерде айтылып жатқан хабарлар бұл. Жаңағы Мекке мен Мединаның арасы, барып келгендер біледі қаншама шақырым екендігін мысалы. 500-600 шақырымның арасы шығар. Бір кәпірдің орны сонша болады дейді көлемі. Атауын үлкейтеді от үшін дейді. От үшін үлкейтеді дейді оны. Қараңыздар. Ал мұсылмандарға келетін болса, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ва ма ми ахадин ямуту сиқтан ва ла хараман иннама насу фима байна залика илля буиса ибн саласина сана" дейді. Кез келген осы дүниеде дейді, бір бала дүниеге келмей түсіп қалса, жаңағыда мысалы несі түсіп бала шетінеп кетті.
Шетінеп кеткен баланы айт, шетінеп кеткен бала болсын дейді. Екінші, қартайып өлген адам болсын дейді. Мұсылман, солай айтайық. Қартайып өлген адам болсын. Адамдардың, басқа адамдар осы екі жастың арасында ғой дейді. Кез келген жаңағы адам осылай өмірден осып кеткен кезде мұсылман. Ол дүниеге қайта тірілетін күні илля буиса ибн саласина сана. 30 жастағы адам болып қайта тіріледі дейді. 30 жастағы адам болып қайта тіріледі дейді. Сосын ва ин кана мин ахлил жанна. Егер осы 30 жаңағы жаннаттықтардан болса бұл адам дейді. Кана аля мисхати адам. Адам алейхиссаламның денесінің көлеміндей болады дейді. Бұл жаннаттық адам. Адам алейхиссаламның денесінің көлеміндей болады. Ал жаңағылардікі үлкен болады екен. Бұл дене бітімі Адам алейхиссаламдікімен бірдей. Ва аля сурати Юсуф. Юсуф алейхиссаламның сұлулығындай болады дейді. Жаңағы сахих хадисте айтып отыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ва аля қалби Айюб. Айюб алейхиссаламның жүрегіндей болады дейді. Осы мәселе. Міне жәннаттыққа жаңағы беріліп атқан нәрсе ғой. Жасы несі, мынандай бір қызық оқиға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айша анамыздың үйіне келген кезде Айша анамыз айтады: "Дахала алейя Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйіме кіріп келген кезде, "Ва кана инди ажуз." Менің қасымда бір әже отырған дейді. Мен Бани Амир, жаңағы Бану Амир деген рудан, ауылдан. Содан пайғамбарымыз кіріп келіп, бір жақсы нәрсе айтқысы келеді. Бірақ әңгіме жаңағы қалай басталады? Фақола пайғамбарымыз айтады: "Мен хазихил ажуз." Бұл әже кім? Ей Айша. Хия мин халати. Менің нағашы тараптарымнан болған бір кісі ғой дейді. Сосын жаңағы әже айтады: "Я Расулаллах, ей Аллахтың елшісі, удғуллаха, Аллаға дұға тілеңізші, Алладан сұраңызшы. Ант юдхиланил жанна, мені жәннатқа кіргізсінші" деп. Әже. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір әзіл қылады. Әзілде хаққа негізделген, шындыққа негізделген әзіл ғой. Я умма фулан, ей пәленшенің анасы дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Иннал жанната, сөзсіз жәннатқа келетін болсақ дейді. Ла тадхулуха ажузун. Оған әже кірмейді дейді. Оған әже кірмейді дейді. Фауаллат табхи. О кісі бірден бүйтіп басын төмен сүре қап жылай бастады дейді. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен Айша анамызға: "Ахбириха, хабар бер оған. Хабар бер соған. Аннаха ла тадхулил жанна ва хия ажуз." Жәннатқа әже болып кіру мүмкін емес деп айт оған дейді. Сосын Алла Тағала Құранда айтқан аяттарды келтіреді. Инна анша'нахунна инша'a. Біз оларды қайтадан жаңа жаратылыс етіп жаратамыз ғой дейді. Фажағалнахунна абкара. Біз ол әжелер болып қартайса да, ертең қайта тірілетін күні жаңа жаратылыспен жаратып, олардың бәрін қыздар қыламыз дейді. Қараңыз қандай нәрсе айтып отыр Аллах Тағала. Урубан, күйеуін сүйетін, күйеуінен басқаны ойламайтын. Күйеуіне деген сағынышы, махаббаты тоқтамайды. Мүмкін емес ол нәрсе. Сондай қылып жібереміз дейді оны. Урубан, атроба, құрбы болады дейді ол қасында. Қартайып кетпейді, жаман болып кетпейді, жаңағыдай нетіп кетпейді деген осы дүниеде бір проблемалар болады ғой. Ондай нәрсе жәннатта жоқ. Соны жаңағы әжеге осындай нәрсені айтқан екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Көрді? Міне сондықтан мынау қызықтар өзі. Мысалы егер біреу егінші болса, егінмен айналысатын адам екі түрлі болады. Біреуі сүйіп айналысады да онымен. Біреуі айлық табу үшін айналысады. Егер айлық басқа жерде болса, кетіп қалады. Яғни жалпы оны бір жұмыс ретінде істейді ол. Сонда жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, жәннаттықтардың бірі дейді. Жәннаттықтардың бірі айтады дейді: "Раббым" деп. Түгел нәрсені Алла Тағала бергеннен кейін мен егін еккім келеді деп айтады дейді. Қараңыздар. Бүкіл нәрсе бар емес пе сенде? Раббым, бүкіл нәрсе бар. Бірақ егінді жақсы көремін деп айтады дейді. Сосын қасымызда бір көшпен дарап отырған дейді, бәдәуи. Олар көбінесе жаңа көшіп жүреді, мал бағады.
Сосын ансарлар мен Құрайыштар отырған дейді да. Сонда Аллах тағала жарайды деп егін алқабын сол жерде жәннатына жасайды екен оған. Көріп қандай емес. Дәнді береді екен да, дәнді салған бетте өсіп шығып жеміс беріп отырады ғой. Сонда жаңағы Бәдәуи соны естіп тұрған айтады. Енді бұл біз емес шығармыз енді, біз көшпеліміз ғой. Мына Құрайыштардан біреу шығар деп, әзілдеп. Құрайыштар ғой осы егін егетіндер дегенде. Яғни бұл жерде айтқым келіп тұрғаны, құрметті жамағат, егер де сондай бір адамның бір сүйіп Алла үшін сондай бір пайдалы істеп жатқан нәрсесі адал, сондай жақсы нәрсе болатын болса, Алла тағала оны жәннатқа жалғастыра берем десеңіз, проблема бар.